Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз міне Ақтаудағы кезекті объектін бітірдік. Сыртын істеп біттік. Алдын ішін істеп кеткенбіз. Енді ішін көрейік. Ішінің ремонтын алдында істеп қана кеткенбіз. Бұл жол енді төсеніштер төселіп, мебельдер алып қойды. Көрейік. Мынау кіреберіс бөлмесі. Стенасы осындай мокрый шелк. Пол теплый пол. Мына жерде қол жуатыны бар. Потолок, прямой потолок. Одан кейін былай қарай. Үйге главный ход. 3D потолок. ПВХ материалдан жасалған. Мына жағы кухня. Ас бөлмесі. Пол, мына жағы кафель, мына жағы ламинат, паркет. Кухня гарнитур. Төбесі свет осылай жасалынған потолок дизайны. Кухня гарнитур. Ас бөлмесі осындай. Мына жақ холл. Потолок гипстен жасалған 3D потолок. Подсветочный. Мына жер ТВ зона. Гибкий мрамормен жасадық. Мына жерде ромбик айна. Дуалдағы узорлардың барлығы гипстен жасалған. Одан кейін мына бөлме. Бұл ұл балдарға арналған бөлме. Бір қабырғасына осындай әлемнің картасы бейнеленген обой жапсырдық. Мына жағын соған подсвет қылып краска боядық. Мына жақта кладовка. Бұл жақта төсек жай жиналып тұр. Одан кейінгі бөлме. Бұл да детский балалар бөлмесі. Қыз балаға арналған бөлме. Сондықтан бұл жаңа розовый осындай обой таңдады. Осындай обой жапсырдық. Және бөлмені соған подсвет қылып розовый боядық. Пол барлық бөлмеде осындай ламинат, паркет. 33 класс, егіз толщинасы. Бұл енді жатын бөлме жаңа спальный. Пока бұл бөлме бітпей тұр толық. Мына жерге диван қойылады. Кілемдер алынып төселіп қойылған. Краскамен бояп қойдық. Жалпы бір сыпыра осындай люстралар алынды. Төсеніштер төселіп қойған. Келесі бөлме қонақ бөлме. Осындай люстра. Әдемі керемет. Ал мына стенаға біз осындай дизайн шығардық. Мына шетіндегі полиуретан верейка, ортада ромбик айна, гибкий мрамор, латун, телевизор тұратын орын бұл жер. Зал болған екен, мына жерге ертең телевизор ілініп, караоке қойылып, қонақ күтуге арналған бөлме етіліп жасалынды. Жалпы осы бір стенаға бүкіл нәрсені сыйыстырдық. Мыналардың бәрі полиуретановый рамка. Қымбат краскамен боялды. Осындай. Енді бізде осы жақтан қарағандағы көрінісі. Люстралар осындай міне. Енді бізде мына жақта бір бөлме қалды. Ол
жуынатын бөлме. Душевой. Жуынатын бөлмесі. Мына жерде қол жуатын раковина. Мына жерде душевой. Бұлар біткен жоқ. Рамкасы қойылады. Стекломен қоршалып. Мына жерде туалет. Мына жерде беде. Осындай да потолка кафель. Иллюстрация. Мына жерде тараз бар. Салмағы өлшей аласың. Таза салмағында. Потолок декор. Жуынатын бөлме осындай. Жалпы үйдің ремонты қалай шығыпты, достар? Егер үйдің ремонты осылай жасалған ремонт сіздерге ұнаған болса, комментарий, лайк басып қолдап жіберіңіздер. Бұл бізге үлкен қолдау, шабыт. Арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Құдай қаласа, бұдан кейін де тағы да істеген объектілерімізді осылай салатын боламыз. Сіздерге мүмкін идея болып қалар. Мыналардың барлығы осындай гипс. Осы узорлы гипстер өзіме ұнайды. Мыналар комплекті жүреді, осылай нашиналар бар. На стенадағы осылай комплекті қойса, әдемі шығады жалпы. Төсеніштер осындай. Әдемі ақ түсті. Үйді ашып тұр одан сайын. Мынаны да көрсетейін. Мына гипс үй осындай. Потолок. Свет жаққанда. Мында әдемі рең береді. Және бұның жарықтығы міне. Бұның да жарықтығы жақсы. Осы Ақтаудағы біздің істеген объектіміз. Бағалап бағасын беріп жіберіңіздер. Құрметті көрермендер, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі алда талай көптеген видеолар, құрылысқа байланысты видеолар салатын боламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.